ковидпен ауыратындарда асқыну да болуы мүмкін. Асқынулар жиі қосымша аурулармен ауыратындарда жиі кездеседі. Ол жүрек тамыр жүйесінің ауруларымен де науқастар және қантты диабетпен ауыратындарда ауыр ағымда өтеді. Кейде жүкті әйелдерді де ауыр ағымда өтуі мүмкін. Ковидпен ауыратындарда реабилитация ұзақ жүреді, кейде бір жылға да созылуы мүмкін. Конечно, соблюдать надо все меры предосторожности, они будут не лишними. Тем более сейчас, вы видите, началась новая волна вируса, вспышка пошла. Поэтому лучше всего предостеречь себя, родных и близких. Өзін туысқандар үшін, жақындар үшін тағу керек, чтобы олар ешқайсысы ауырмау үшін. Меніңше қайттан март айындағындай ара қашықтықты, карантинді солай сақтау керек. Бізде бірінші тәртіп болу керек қой. Тәртіп болмаса ол не болады. Енді анау бас санитарлық дәрігер сондай енді талап қойды. Өзі ойынан шығарып атқан зат жоқ қой, ой деген. Общепринятый былай айтқанда не ғой, тәжірибе. Сол себептен санаймын, сақтау керек. Себебі бәрі біздің тәртібімізге байланысты. Нужно соблюдать, дистанцироваться, чаще мыть руки, оберегать себя и своих близких. Думаю, так, конечно, очень важно.